Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Бүгін 11 класс геометрия пирамида бетінің ауданын табуға әрі қарай есептер шығарамыз. 71-ші есептің А пунктінде пирамиданың табанының қабырғалары 12 см және 5 см-ге тең болатын тіктөртбұрыш. Ал пирамида табаны төбесінің табан жазықтығына түскен проекциясы оның диагоналдарының қиылысу нүктесі болады. Яғни СО. Пирамиданың биіктігі 8 см-ге тең, СО-ның биіктігі 8 см-ге тең болса, толық бетінің ауданын тап дейді. Енді толық бетінің ауданын табу үшін біздерде бір формуламыз бар. Ол S, яғни бүйір бетінің ауданын табанның ауданына қосамыз. Енді біздер формула бойынша бірінші табанның ауданын тауып алғанымыз ыңғайлы. Біздерде есептің шарты бойынша тіктөртбұрыш болғандықтан оның ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейте қоямыз. Сонда 12-ні 5-ке көбейтсем 60 см квадрат болады. Сонда S табанының ауданы 60 см квадрат. Әрі қарай енді бүйір бетінің ауданын табуымыз керек. S бүйір бетінің ауданын табу үшін бізге қандай формула керек? Табанның периметрінің жартысы керек және апофемасы керек. Апофема дегенді білеміз, кез келген жағына түсірілген биіктік. Енді біздерде периметрін таба аламыз, периметрінің жартысын. Бізде белгісіз апофема. Енді оны табу үшін біз қосымша салулар орындауымыз керек. Біздерде пирамиданың биіктігі белгілі 8 см-ге тең. Енді осыдан ары қарай апофеманы түсіреміз. Мысалы, маған мына жақ ыңғайлы. Сондықтан DS жағының апофемасын түсірдім. Енді осыны жаңағы О-мен қосам. Енді ОК-ның ұзындығы неге тең? ОК-ның ұзындығы мынау тіктөртбұрыш болғандықтан, ОК-ның ұзындығы бұл А-ның жартысына тең. Олай болатын болса, 2-ден 1 А-ды 12-ге тең болады 6 см. Сонда біздерде ОК-мыз 6 см-ге тең, СО-мыз 8-ге тең. Біздер енді СК-ны оңай таба аламыз. СК-ның квадраты Пифагор теоремасы бойынша біздерде тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Мына жерде тікбұрышты үшбұрышымыз СОК. Осыдан СК-ның квадраты 2 катетінің квадраттарының қосындысына тең. СО-ның квадраты қосылған ОК-ның квадратына. Енді СК-ның квадраты, яғни орындарына мәнін қойсақ, СО 8-ге тең, 8-дің квадраты қосылған ОК-ның ұзындығы 6-ға тең, 6-ның квадраты тең 100-ге тең болады. Енді СК-ны табу үшін 100-ден түбір тапсақ 10 см. Біздің апофемамыз 10 см-ге тең. Енді апофеманы тауып алдық. Енді S бүйір бетінің ауданын таба қоямыз. 2-ден 1. Периметрі 2 көбейтілген 5 қосылған 12, тіктөртбұрыштың периметрінің жартысы болу керек, көбейтілген 10-ға. Енді 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек, 17 қоссақ, 17-ні 10-ға қоссақ, 10-ға көбейтетін болсақ, 170 см квадрат болды. Енді S толық бетінің ауданын табу үшін тапқан аудандарымызды қосамыз. S бүйір бетінің ауданы 170-ге тең, қосылған табаны 60-ға тең сантиметр квадрат. Тең болады 230 сантиметр квадрат. Жауабы S толық беті 230 сантиметр квадрат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Енді ары қарай 71-ші есептің Ә пунктін шығарайық. Ә пункті бойынша дұрыс төртбұрышты пирамида табанының диагоналы 10 см-ге тең.
Ал бүйір жағы мен табан жазықтығының арасындағы бұрыш 45 градусқа тең. Пирамиданың бүйір бетінің ауданын тап дейді. Енді біздерде бүйір бетінің ауданын табу үшін біздерге ең бірінші табанының қабырғаларының ұзындықтары керек. Енді дұрыс төртбұрыш болғандықтан ABCD бұл шаршы. Олай болатын болса, біз қабырғаларының ұзындықтарын белгілейік. X ұзындығы да X-ке тең, ені де X-ке тең. Енді мұны табу үшін біздерде асы диагоналы беріліп тұр, 10 сантиметрге тең. Олай болатын болса, тік бұрышты үшбұрыштан Пифагор теоремасы бойынша қабырғаларының ұзындықтарын тауып аламыз. Енді біздерде жазайық. Пифагор теоремасы бойынша асы квадрат тең болады. Яғни ыңғайлы көрініп тұрған АД квадрат қосылған, жаңа С-дан алайын. С-д квадрат. Біздерде барлық қабырғасы X-ке тең дедік. Олай болатын болса, енді асы квадрат тең болады. X-тің квадраты қосылған тағы да X-тің квадратына. Енді асымыз 10-ға тең болғандықтан 2x квадрат тең болады. 10-ның квадраты бұл 100-ге тең. Себебі асы есептің шарты бойынша 10-ға тең болады екен. Енді осыдан x квадратымды табу үшін екі жағын бірде 2-ге бөліп жіберсем 50 болады. X-ті табу үшін 50-ден түбір табам. 50-ді 25 көбейтілген 2 деп жазалам. Сонда 25-тен 5 шығады, түбір асты 2. Сонда менің шаршымның қабырғасы 5 түбір асты 2-ге тең. Яғни біз шаршының қабырғаларының ұзындықтарын тауып алдық. Енді S бүйір бетінің ауданын табу үшін формуласын жазайық. Табанның периметрінің жартысын апофемаға көбейтетінімізді біз білеміз. Енді біздерге тек қана белгісіз апофема. Олай болатын болса, тағы да қосымша салулар орындаймыз. 10 нүктесінен ады қабырғасына параллель түзу жүргіземіз. Ол С-ны бір нүктеде К нүктесінде қиды дейік. Енді S төбесімен қосатын болса, SK тағы да бізде апофема. Яғни DS жағының, яғни апофемасы SK. Осы SK-ны табу үшін біздер қай тікбұрышты үшбұрышты пайдаланамыз? SOK тікбұрышты үшбұрышынан біздер SK-ның квадратын табамыз. Енді SK-ның квадратын таппас бұрын біздер арасындағы бұрышы беріліп тұр ғой. Яғни К бұрышы 45 градусқа тең дейді. Енді осы 45 градус болатын болса, мынау 90 градус болатын болса, онда мына жердегі бұрышымызда 45-ке тең. Сонда мына берілген тікбұрышты үшбұрышымыз бұл тең бүйірлі тікбұрышты үшбұрыш. Яғни ОК мен СО тең. СО тең ОК-ға. Енді мына жерде ОК-ны қалай табамыз? Тағы да ОК дегеніміз, яғни адының жартысы ғой. Сонда ОК-мыз тең 2-ден 1 ады. Енді жаңа адымыз нешеге тең болды? Ады қабырғамыз 5 түбір асты 2-ге тең болды ғой. Енді соның жартысы. Яғни ОК 5 түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Мына жеріміз 5 түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Олай болатын болса, SO-мыз да соған тең. Себебі тең бүйірлі тікбұрышты үшбұрыш пайда болды дедік қой жаңа. Енді болды Пифагор теоремасы бойынша SK-ның квадратын жазайық. SK-ның квадраты S10-ның квадратына ОК-ның квадратын қосамыз. SO-мызда, SK-мызда 5 түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Қосылған 5 түбір асты 2 бөлінген 2-ның квадраты тең болады 4, 25, 50 қосылған 4
100-тен тағы да 50, бұл 4-тен 100, бұл болады 25-ке. Осыдан S-кам не табу үшін 25-тен түбір таба қоям. 5 сантиметрге тең. S-каның ұзындығы, яғни апофемамыз 5 сантиметрге тең. Енді S бүйір бетінің ауданын табамыз. 2-ден 1. Енді мынау шаршы болғандықтан 5 түбір асты 2-ні 4-ке көбейте қоям. Себебі 4 қабырғасы тең. Көбейту, тағы да 5-іміз бар, апофемамыз бар. Енді 4 пен 2-ні қысқартып жіберетін болсақ, 2-ден келеді. 2-ні 5-ке көбейтсем, 10 болады. 10-ды 5-ке көбейтсем, 50 түбір асты 2-ге тең. Жауабы S бүйір беті тең 50 түбір асты 2-ге тең. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтем.